Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Мен әрине әлемдегі ең әдемі жігіт емеспін, бірақ та веб-камерамен түсірмей қой, өзіңді түріңді көрсетпей қой дейтін адамдар, сіздер кете беріңіздер, сіздерді ешкім ұстап отырған жоқ. Ал мен қалай бармын, мені солай қабылдайтын адамдарға рахмет, ары қарай жалғастыра береміз. Кеттік. Бұл қорқынышты мультиктің 13-ші бөлімі. Соңғы видео сіздерге қатты ұнамаса да, бірақ та осы бөлімді жақсы көреді екенсіздер. Солай болса, 1 миллион лайк жинайық. Бүгін тағы жапондық мультигі. Ютубта ол көп екен. Керегі жай ғана Жапония тілін білу, немесе Google аудармашы. Мынаны ютубта салсаң, міне. Көрейік. Негізі мен оны көрдім, сол үшін айтайын. Кино Бей деген жігіт әйелі және 3 қызымен өмір сүреді. Ата-ана қыздарға тәрбие бере алмады. Олар үшеуі үнемі төбелесе береді. Ұсақ нәрсеге бола. Ұсақ нәрсе болса да, керек емес заттар болса да төбелесе беретін. Сөйтіп, осындай төбелестің бірінде кішкентай қыз байқамай кесірткеге құлап түседі. Өлтіріп қояды. Қыздар оған мән бермей шетке итере салады да төбелесті жалғастырады. Сөйтіп, түнде ай сәулесі түскен жерде Геккон кесірткесінің өлі денесі Веномдағы симбиотқа айналып кетеді. Ол су ыдысына кіреді. Қыздардың бірі кішкентайы тұрып, су ішкісі келеді. Сол әлгі кесіртке түскен су. Осы жерден басталады. Осындай хрень көруге тура келеді. Қалай шыдағанымды білмеймін, алайда қызық екен. И осымен бітеді. Бірінші серия. Бұл мини-сериал сияқты. 5 сериядан тұрады. Сөйтіп, екінші серия. Екінші серия таңертең басталады. Бәрі оянып, кішкентай қыздан киімі қалған. YouTube, бұл жай ғана кетчуп. Бұл стоп-моушн анимация, пластилин. Сол үшін бәрі нормально. Сөйтіп тұрғындар қызды іздеуге шығады. Алайда бірінші күн нәтижесіз болады. Түн болғанда енді ортаншы қыз жүріп қайтқысы келеді. Су ішуге емес, әжетханаға. Бұл жерде мен ештеңе айтпаймын. Жай қараңыздар. Сіздер сияқты мен де осылай ойладым. Монстр болған кішкентай қыз ортаншы қызды жеп, Сиам егіздері монстр болып кетеді. Келесі таң атып, ата-аналар тағы да адамдардан көмек сұрайды. Әрине үлкен қызы қорқа бастайды. Сол үшін ата-ана кеш бата ұйықтамай отырады. Бір кезде сыртта дауыстар естіледі. Жігіт пышақты алып, не дауыс екен деп есікті ашады. Жоске төбелес болады. Кішкене ұятсыздарға арналған нәрселер бар. Ақыры монстр жеңеді. Ол әкесін өлтіріп, бірігу басталады. Анасы қызбен шок, бітті. 4-ші серия тікелей жалғасымен басталады. Демек, бірігу бітіп, монстр кетіп қалады. Анасы есікті жауып, қауіпсіз екен деп ойлайды. Алайда әкесі шапқан қол тірі екен. Йо-майо, мына кез бірдеңені еске түсірді. Бұндай нәрсені қайдан білесің деп сұрамаңыздар. Ас ішіп отырсаңыздар, ас болсын. Түсінгендеріңіздей 4-ші серия басқаша сериялар аяқталғандай аяқталады. Бірақ соңында жазу шықпай тұрып, мынаны көрсетеді. Пластилиннен мынандайды қалай істейді? Мен көрдім. Мен өзім қысқаша мультик жасайын дедім. Міне, мынау басты кейіпкер, ал мынау басты монстр.
Сол үшін бұл идеяны қоя салдым. Сөйтіп бұл экшн киноның 5-ші сериясы. Түн әлі бітпей, үлкен қыз қорқып дірілдейді. Бірақ ұзақ емес, монстр келе бастайды. Йо-майо, мынау мен көрген нәрселердің ең жиіркеніштісі шығар. Еске салсақ, бұл жай ғана пластилин анимациясы. Сол үшін монстрдың басындағы шаш қайдан алынғанын білмеймін. Бір кезде үлкен қызды жұта бастайды. Бірақ қыз пышақпен монстрды өлтіреді. Егер әлі ас ішіп отырсаңыздар, мен үлгермедім. Артынан бізге флешбек көрсетіледі. Мүмкін кесірткенің ойы шығар. Бізге қалай өмір сүргенін және немен демалғанын көрсетеді. Міне мысалы кесірткені құтқарған сцена, үлкен қыз құтқарған. Ал мұнда кесіртке сол қызды құтқаруда. Бәрі керемет сияқты болды, бірақ кесіртке бұл жанұяның нағыз бетін көріп қалды. Естелік бітіп, кесіртке үлкен қызды жұта бастайды. Монстр тірі екен. Ал таңертең бізге аңыз айтылады. Тұрғындар осы жерге келгенде олар 5 бас сүйекті көреді. Кесірткенің денесі ортасында болыпты. Мен осы жайлы Жапонияда символизм бар ма екен деп іздедім, бірақ таппадым. Демек жай ғана ойдан шығарылған сияқты. Негізі мен қызық деп көрсетсем де, анимация шынымен де мықты. Түнде наушникпен көрсек, кейде қорқынышты. Келесі анимация The Ark деп аталады. Іштеріңізде конспиролог болса, ойларыңызды айтыңыздар. Өйткені мен мынаны түсіндіруге қиналдым. Ең басында бұл жай ғана мультик еместігін баяндайды. Шекспирдің сөзімен. Артынан бұл әлем туралы, яғни әлемді бір вирус басқан. Және вирус почти барлық адамдарды өлтірген. Вирус жете алмаған тек қана теңіз және өзен сулары. Сол үшін аман қалғандар бір аралды іздеуге шығады, теңіз ортасында. Міне басты кейіпкер дәу мұрын красавчик. Ол зертханада отырып бірдеңе зерттейді. Мүмкін әлемді басқан вирусқа ем іздеп отыр. Өзінің қанын алып микроскоппен қарайды. Содан вирус өзінде жұқтырғанын байқайды. Келесі күні ма, әлде біраз уақыт өткенде ме, ол оянады. Өзін нашар сезінеді. Терісі ағарып, құсқысы келеді. Ол шешімін тез табады. Алайда батылы жетпейді. Сөйтіп тапанша алып сыртқа шығады. Сыртқа шығып бізге аралды көрсетеді. Мүмкін адамзат сол жерден амандық іздейді. Басты кейіпкерден басқа. Ол басқа аурулар сияқты өзіне қол жұмсайын деп шешеді. Алайда жігітке бір дәрігер келіп шапалақ береді. Кенеттен қолындағы тапанша есік тұтқасы болып кетеді. Және кенеттен ауру жұқтырған жас жігіт емес, ауруханадағы шал болып шығады. Осындай түрлі теория тудыратын мультик. Комментарий жазыңыздар. Ал мен бірнеше теория лақтырайын. Сөйтіп бірінші сұрақ. Бұл не болды? Мен вирус және кеме жайлы айтып отырмын. Мүмкін жас кезіндегі болған оқиғалар шығар. Өйткені бізге жастық кезін көрсетеді. Кейін шаштары тез ағарады. Немесе ол шизофрениямен ауыратын шал. Ал ауруханада ол не аурухана белгісіз. Мүмкін қарттар үйі, мүмкін аурухана. Тағы бір теория Шекспирдің сөздері. Анимацияда көрсетілген үзіндіден бірдеңе түсіну қиын. Бірақ мен Макбеттің толық нұсқауын тапқанда анимациядағы көрсетілген ұқсас нәрселерді байқадым. Уақыт әр адамға әртүрлі өтеді. Біз кім екенімізді білеміз, кім болатынымызды белгісіз. Және тағы басқа. Ол жерде өмір мағынасыз. Бұл жерде үшінші, яғни тапанша, есік тұтқасы.
Басында оған мән бермей жай көрсетті деп ойладым, не ұстап тұрғанын көрмей. Бірақ кейін ғаламтордан бізге үйреншікті есік тұтқасы көп ауруханада жоқ екенін таптым. Үйлеріңізде мынандай есік шығар, ал ауруханада көбісі мынандай болып келеді. Аурулар соған байлап, қылқынып, өзін өлтіріп қоймас үшін. Тұтқа шынымен де ауруханада қару ретінде қолданылады екен. Шекспирге келсек, шал Шекспирдегі кейіпкерге қатты ұқсас болып келеді. Ол өлім жақындағанын күтпей, неге қазір емес, бірақ оған батылы жетпейді. Артынан сол мүмкіндігінен айырылады. Осымен бітті достар. Арнаға тіркеліп комментарий қалдырыңыздар. Қазақша YouTube дамысын.